Сәлеметсіңдер ме? 4-ші сыныптың ханшайымдары мен ханзадалары. Бүгін қазақ тілі сабағының 18-ші сабағын өтеміз. Мәтін және оның құрылымы. Бүгін сендер тыңдаған мәтіннің әр бөлігі бойынша тірек сөздерді белгілеуді үйренесіңдер. Мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтауды үйренетін боласыңдар. 15-ші жаттығу тыңда. Аттылар үлкен үйдің сыртынан келіп тоқтады. Бұларды бір топ адам күтіп тұр екен. Бұл топқа қарай ауылдың үлкендері де жан-жақтан дабырлап сөйлеп, ағылып келе жатыр. Осы жиынға екі жолдасынан озып келіп тұрып түскен Абайдың атын біреу алып кете берді. Бала көп ішінен ең алдымен өзінің шешесін көріп қалды. Соған қарай жүре беріп еді, шешесі анадай жерде тұрып: «Әй, шырағым, балам, ар жағыңда әкең тұр, әкеңе сәлем бер», деді. Абай жалт қарады. Қонақ үйдің сыртында 2-3 үлкен кісі мен әкесі Құнанбай тұр екен. Бала ыңғайсыздықпен сылып, шешесінің айтқан сөзін мәнін ұқты да әкесіне қарай тез бұрылды. «Енді тапсырма. Тыңдағаның мәтін екенін дәлелде. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Ат қой. Мәтіннің неше бөліктен тұратынын анықта. Мәтіннің кіріспе, негізгі және қорытынды бөліктерінде не туралы айтылған? Әр бөліктегі тірек сөздерді тап. Сол тірек сөздер арқылы әр бөліктің мазмұнын бір-біріне айтып көріңдер. Ал енді осы сұрақтың барлығына жауап беріп көрейік. Ананың балаға берген тәрбиесі, әкені сыйлау, әкеге деген құрмет мәтінде негізгі ой болып табылады. Сондықтан да мәтіннің тақырыбын әкеге құрмет деп атауға болады. Мәтін 3 бөліктен тұрады. Кіріспе бөлімінде үлкен үйдің сыртына бір топ адам және ауылдың үлкендері жан-жақтан келіп жатқандығы жайында айтылады. Негізгі бөлімде анасының баласына айтқан ақылы, алдымен әкеңе сәлем беріп, құрмет көрсету жайында айтылған. 3-ші қорытынды бөлімде баланың анасының айтқанын түсініп, сөзінің мәнін ұғуы, өзінің әрекетіне ыңғайсыздануы жайында айтылады. Аттылар үлкен үй, бір топ адам, ауылдың үлкендері, жиын, шырағым, әкеңе сәлем бер. Абай Құнанбай мәтінін ұқты. Ал ендеше келесі 16-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Адамдардың бір-біріне лебіз білдіруі сөйлемнен басталады. Сәлемдесу сөз басы, сондықтан халқымыз сәлем сөз анасы дейді. Кішінің үлкенге сәлем беруі оның әдептілігінің белгісі. Енді бізге сұрақ: мәтін не туралы? Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтінге ат қой. Мәтінді көркем жаз. Мәтінге сәлемдесу деп ат қойдық. Мәтінді көшіріп жазып алдық. Міне. Енді бұл сәлемдесу, бұл әдептілікке жататындығы, сондай-ақ сөздің басы сәлемнен басталуы қажеттілігі мәтінде негізгі ой болып табылады. Сондықтан мәтіннің тақырыбы сәлемдесу деп атасақ болады екен. Ал енді 17-ші жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді оқы. Ал қанекей оқиық бірге. Олардың есіктері қарама-қарсы. Есік алдында екеуі жиі кездеседі. Біреуінің қабағы ашылмайды. Көршісін көрмегенсіп өте шығады. Ал екіншісі көрші күлімдей қарап амандасады. Бірақ оның қатулы қабағына тосылып қалады. Бірде ақжарқын кісінің немересі қонаққа келді. Ол ешкімді жатырқамайтын, көңілді бала болатын. Қабағы қату көршінің алдынан шыққан балақай: «Сәлеметсіз бе?» деді қуана дауыстап. Мұндайды күтпеген көршіге мөлдірген қап-қара тұнық көздер қарап тұр еді. Сүйкімді, бейкүнә көздерден қатал кісі сасып қалды. Ол көршілермен, балалармен сөйлесуді білмейтін еді. Байқамағандай мәшинесіне қарай асыға жөнелді. Оған кішкентай қыз қолын бұлғады.
Олар жиі кездесетін болды. Көршіге кішкентай қыздың сәлемі ұнай бастады. Енді тапсырма. Мәтін бөліктерінің атауларын толықтыр. Мәтін бөліктері бірінші бөлігі екі көршінің әрекеті, екінші бөлігі мұнда берілген міне әдепті бала, үшінші бөлігі қатал көршіге балақайдың ұнауы деп толықтырсақ болады. Келесі соңғы жаттығу 18-ші жаттығу. Тыйым сөздерді сәйкестендір. Бірінші қатардағы сөйлемдерді екінші қатардағы сөйлемдермен сәйкестендіреміз. Ал ендеше бірінші сөйлем. Жасы үлкеннің алдын кеспе, сөзін бөлме. Бұл әдепсіздік екен. Екінші, кісіге қарап есінеме. Есінегенде аузыңды міндетті түрде қолмен жабу керек деп сәйкестендіреміз. Үшінші, үлкеннің алдында ізетті бол. Бұл үлкенге деген құрмет. Ең соңғы төртінші, малды босқа ұрма, теппе, ырысыңнан айырыласың деп сәйкестендіреміз. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лүпіл басып, каналға жазылып алуларыңызды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар.